Ибрахим пайғамбар заманында екі үйін сатқан. Екі үйін сатқан, біреу қираған ағаш үй, біреу зәулім сарай. Екеуінің бағасы бірдей екен. Сол жұрттың бәрі күлді дейді. Ибрахим, біз сені ақылды дана деп жүрсек, мынау қалай сен? Мынау зәулім қымбат енді, дұрыс бұл, зәулім сарай. Мынау қираған ағаш үйіңді кім алады? Қирап тұр, құлап қалайын деп тұр. Оны ана зәулім сарайдың бағасымен сатып атсың ғой десе, мен ол үйді емес, көршімді сатып атырмын деген екен. Көрші жақсы болған екен. Сол сияқты көршімен жақсы болу, ол ақыретте саған үлкен есеп беретін дүние. Көршіңмен жақсы мәміледе болу, көршіңмен сіз біздесу, оның сен руын сұрамайсың, оның жаңағы нәсілін сұрамайсың. Оның ақысы бар, туысқаның болса үш ақысы бар. Бірінші бауырлық, мұсылмандық, туысқандық, одан көршілік дейді. Егер басқа діні басқадан болса да, оның көршілік ақысы бар. Ал егер енді жай мұсылман болса, оның мұсылмандық ақысы, көршілік ақысы бар дейді. Сондай ғой, көбісі бізде ағайын туысқанымен көрші болады ғой, көбінде үш ақысында дұрыс берсе, көрші көршінің. Керемет дүние.